Басым қатты солқылдап тұр. Дәрістің ба? Иә, іштім. Балаларға өзің қарамасаң, мен шамам болмай тұр. Алады, мама далада, бірақ шақырып отыр. Кім, Абзалған ба? Жоқ. Кім енді? Қолына чемодан ұстап алды. Қаз барам я. Жан. Мен сол чемодан ұстаған адамды өткенде терезе тақылдағанда сен артынан көрген болатын. Үйде ма, сыртта ма? Сыртта. Қазір мен көріп келейінші. Ана бөлмеде мен біреуді көрдім. Бұлай болмайды. Ана ауылдың шетінде Бағдагүл деген әже бар емес пе еді? Көріп кел. Сол кісімен жолығып, сол кісімен сөйлесу керек. Бұлай алайық. Сен балаларды жаныңда ұста, үйде бол. Ешқайда шықпа. Есікті құлттап ал. Оған дейін мен барып келейін сөйлесіп. Жарай ма? Сәлем Бердабай. Ой, көп жаса, бақытты бол. Аманбыз, иә. Кел жігіт бол, төрге шық. Амансыңдар. Амансыздар ма? Аманбыз. Жақсымыз, амансыз. Сізге бір шаруамен келіп тұр едім, асығып. Біліп тұрмын, қандай шаруамен келіп тұрғаныңды. Сол біліп тұрсаңыз, сол жағынан сіз маған көмектесесеңіз. Дұрыс. Мен саған көмектесейін, сен оларға көмектес. Кімдерге? Осыдан бір жұма бұрын келін больницадан шығып, бір марқұм жатқан жерге дәрет сындырыпты. Ол кісі қазір қатты мазасызданып жатыр. Сол кісіге сендердің көмектерің керек, балам, қазір. Ол кісі кезінде ашаршылықтан қайтыс болған. Ілгеріде. Ол кісі сендердің мазаларыңды алайын деп, бір қорқытайын деп атқан жоқ, балам. Бірақ сендерден көмек сұрап жатыр.
жаңа келіннің дәрет сындырған жеріне барып, ана кісінің мәйітін алып, қазып балдары. Соны басқа жерге аудару керек, басқа жерге қоюларын керек.